ДВД-да ұстап отыр екен. Ішкі істер органдарының, тағы да басқа органдардың бағанағыдай заңды, заңсыз тұрғыларын ашып көрсетіп жатыр. Қазақстандық белгілі блогер Әділет Молдаханды қамап тастады. Не үшін екенін әлі белгісіз. Нақты әйелі және де бауырлары белгілі блогерлер осы жайлы өздерінің ой-пікірлерін білдіріп жатыр және де қорғауды сұрап жатыр. Қазақ жұрты күні кеше Әл-Фараби даңғылында болған жантүршігерлік жол апатына байланысты біраз сұмдықтың бетін ашып, полиция қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін деп біраз деректер айтқан. Әділетхан заңгерді бүгін полиция қамап тастады дейді. Әділетхан бауырымыз қамаққа алып отыр. Не себепті екені ешкімге әлі белгісіз. Қамады, экспертизаға апарды. И қазір қайттан ИВС-ке алып келді, хабар жоқ ешқандай. Біздің енді өзіміздің тұжырымымыз, ойымыз бойынша осы соңғы Әл-Фарабиде ДТП бойынша бір үлкен кісілердің атын айтты. Ол жерде халыққа үлкен резонанс туғызып жіберді. Әділетханды қай кезінен бастап ұстады? Қандай ақпарат бар қазір сізде? Әділетхан үйден сағат 9-ға қарай шығып кеткен болатын. Жұмысқа кетіп бара жатып, ертең жұмысын көп аяқтамаған шаруаларын көп еді деп үйден шықты. Қасындағы бірге жұмысты балаға айтсам, ол департамент полициясы ұстап отыр дейді. Қалайша ол жаңа ғана кетті ғой, 1 сағат бұрын уже жұмыста отыр, жұмысын істеу керек деген. Сөйтсем уже оны қамап қойыпты сөйтіп. Маған кейін мынандай бір ақпараттар жетті. Әділетханды алдап шақырып алған дейді алдыңғы іс бойынша. Жай ғана қол қойып кетесің деп шақырып. Бұл айтулар бойынша біз үйге келе жатқан кезде біреулер звондап жатты деді. Жаңа ДТП бойынша қол қойып кетші Әділетхан, керек болып жатсын срочно деп. Сосын бірақ түн ғой, түнде кім шақырады негізі? Біреудің ала жібін аттап атқан жоқ қой, біреуді ұрып атқан жоқ, біреуді соғып жатқан жоқ. Не үшін қамапты? Енді қараңыздар, 174-ші бапта іліп жатыр мойнына заңсыз оның бәрі. Жаңағы национальный розин дейді, соны жаңағы бірінші бөлігін тағып жатыр, қандай тағы да екінші бап бар. Оны распространение заведомо ложных сведений. Оның бірақ бәрі дәлелсіз. Қазақстан Республикасының президентіне Қасым-Жомарт Кемелұлына және де барша қазақ елінен көмек сұрағым келіп тұр. Елбасымыз құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан, жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан болу керек. Кто он такой, Узабаев Ержан, чтобы без прав или тонировкамен, или подложкамен, или шивап көлікті басқаруға рұқсат беретін, кто он такой? Жол апаты 3 адамның өмірін жалмады. И сол жарысқан 5 көліктің ішінде департамент полицияның заместительдері. Господин Жаденов, лично вы виноваты в том, что происходит в Алматы. Сынға қалған министрде қарап жатпайын деді ме, әйтеуір сен қозғалып, селқостыққа сеп болды деген шенділерді шеттетіпті қызметінен. Қоғамдық қауіпсіздік басқармаларының басшылары қызметтерінен босатылды. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, есімім Нұрхан болады. Яғни Дәурен, әріптесім, біз Әділетхан мырзаның көмекшісі боламыз. Біздің досымыз, бауырымыз. Қазіргі таңда Әділетхан мырзаны департамент полиция, Алматы қаласы полиция департаменті қамаққа алып отыр. Бірақ не себеппен екенін білмей отырмыз. Заңсыз қамаққа алып отыр. Ең соңғы мынау резонанс туғызған еді. Әл-Фараби бойынша, ДТП бойынша біраз кісілердің атын айтты. Соған сәйкес па? Енді білмейміз нақты. Қазіргі таңда тергеу әрекеттері белгісіз. Оған 4-5 адвокат кіріп кетті. Біз яғни заңгер болғандықтан мүддесін қорғай алмаймыз. Әріптес ретінде осындай сіздерге видео үндеу жариялаймыз. Осы Молдахан Әділетхан бауырымызды қолдай кетіңіздер. Қазақтың біртуар осында заң саласында елдің көзін ашып жүрген блогер, заңгер, бұндай кісілерді қамай берсе, не болады алдағы уақытта деген сияқты. Енді біз осы Әділетхан мырзаға тапсырылған жұмыстар бойынша өзіміздің жұмыстарымызды ары қарай атқара береміз. Ол бізге айтып кетті, яғни ешқандай бізге жұмыс тапсырып қойған клиенттер бойынша уайымдамасын, жұмысты ары қарай жүргізе береміз. Сіздерден тек қолдау күтеміз. Құрметті қазақ елі, ардақты ағайын, кеше түнде заңгер Әділетханды заңсыз қамауға алыпты. Әділдікті талап етеміз. Елім жерім деп жүрген, қазақтың сауатын ашып жүрген, қазақтың Әділетханына қандай да бір әділетсіздік орын алатын болса, бұл бір адамның ғана тағдыры емес, оны қарап отырған тұтас бір қоғам мен ұлттың тағдыры болмақ. Әділетхан барлық үшін шырылдайды, ол үшін біз шырылдамағанда кім шырылдайды? Заңгер Әділетханды барлығымыз қолдайық. Өз басым ағам үшін, ағам шыққанша, немесе оның жанына мен барғанша қолдаймын. Қолдайық ағайын, белсенділік танытайық. Қазақ елі біздің Қазақстанда беспредел болып жатыр. Жаңа ғана Алматыдан хабарласып жатыр маған, мен Астанадамын. Мен өзім туған інім
өзім бауырым заңгер Молдахан Әділетханды Алматы қаласының полиция департаменті қамауға алыпты. Не үшін заңсыз түрде сендер үйтіп қамай саласыңдар? Не барлық нәрсе ойыншық па не сендерге не? Бұл жақта мен әділдікті талап етем. Ертеңгі күні өтіріктен мойнына іліп жіберіп бір статьяны, жаңағы өзінің видеолары бар ғой, соған қатысты мынандай нәрсе жасалған дегендей, олай болмайды. Біздің елде не көшіп кету керек па не? Осы видеоны мен сәтті пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және ішкі істер министрі Ержан Саденов мырзаға жолдайтын, мына беспредел тоқтату керек. Мені інімді босатыңыздар. Ол бар шындықты айтқанын, преступниктердің барлығын, соның барлықтарын әшкерлегеніне кінәлі ма не ол? Ассалаумағалейкум, қазақ елі, баршаларыңыздан көмек сұраймыз, әділдік іздейміз. Мен туған ағам Молдахан Әділетхан заңгерді бүгін қамаққа алды. Қазағым деп шындықты айтып шырылдаған шыншыл азаматтарымыздың сағын өзіміз сындырып жатырмыз. Қазаққа жау керек емес, қазаққа қазақтың өзі жау. Достар, көзделген дерек бойынша екі қылмыстық жауапкершілікке тартпақ болып жатыр екен. Бірінші бап бойынша 174-ші бап әлеуметтік ұлттық алауыздықты қоздыру. Россиядан келген блогерлар қазақ қызының намысына тигені бойынша. Екінші бап қылмыстық кодекстің 274-ші бабы жалған ақпарат тарату бойынша. Демек, Әл-Фарабиде болған 3 адамның өлімі бойынша резонанс туған болатын. Ол жақта ағам бар шындықты айтқан болатын. Ол жақта ешқандай да жалған ақпарат жоқ. Үйтіп қамап тастауға оны себеп деп өз басым ойламаймын. Достар, барынша қолдай кетіңіздер. Комментарияға өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Қолдап кетіңіздер. Тек бостандық тілейміз, әділдік тілейміз. Бұндай жанашыр ағаларымыз аман болсын. Аяқтан шалған дұрыс емес деп ойлаймын өз басым. Тек әділдік болсын, ертең Алла қаласа ДВД-ға барамыз, сояқтан барлығын талқылайтын боламыз. Тек сіздерден қолдау, барынша достарыңызға таратыңыздар, тек жақсы хабар күтіңіздер. Алла қаласа барлығы дұрыс болады деген сенімдеміз. Ханымдар мен мырзалар, құрметті қазақ елі, бірнеше сағат бұрын осы Әділетхан Молдахан бауырымыздың Инстаграм желісінде жаңағы стори шығарған болатын. Көмекшілері осы Әділетхан мырзаны қамауға алды, Алматы қалалық полиция департаменті деп. Енді осы бойынша өзіміздің пікірімізді білдіргіміз келген, өздеріңізге белгілі. Бірнеше апта бұрын осы Алматыда үлкен жол көлік оқиғасында осы істі қолға алып жүргізіп, ол жерде бірталай адамдардың аты аталып, бірталай резонанс көтерілген болатын. Енді қазіргі таңда жаңағы ЗТБ News тағы да басқа жаңағы нелерде шығып жатыр, ақпараттық жүйелерде осы Әділетхан мырзаның қамалғандығы туралы. Осы бойынша өзіміздің пікірімізді айтып, ол кісіні енді қолдайтындар бар, қолдамайтындар бар. Сол себепті енді қазіргі таңда өсек әңгімелер көбейеді, жұлма әңгімелер көбейеді. Біреулер айтады, ой бітті, сотталып кетті, қырылды, жойылды, біреулер басқа дейді. Сондықтан заңмен қарастырылған өзінің жаңағы нормалары бар. Яғни кейбір статьялар бойынша 48 сағат қамайды, кейбір статьялар бойынша 72 сағат қамайды. Оны пока қамауға алды ма, алған жоқ па, біз ол туралы білмейміз. Шағын ғана сториста ол жерде түсініксіз ол кісіні, может быть, департаментті ұстап жауап алып отыр ма әлі күнге шейін. Себебі жауап бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Может быть, действительно санкциясын беріп жіберіп, жаңағы несін 48 сағатқа қамап тастады ма. Даже 48 сағатқа қамаған өзінде дальше ол тергеу сотына беріп, 2 айға қамау мәселесі, ол бөлек санкция болады, ол бөлек сот болады. Сондықтан қазіргі таңда енді жұлма әңгімелер көбеймес үшін, өсек әңгімелер тарамас үшін біз өзіміздің қолдауымызды көрсеткіміз келіп отыр, өзіміздің поддержкамызды білдіргіміз келіп отыр. Және де пока что ешқандай ақпарат белгісіз, пока что ол туралы жаңағы тергеу құпиясы деген бар ғой. Ол 48 сағатқа кетті ма, 78 сағатқа кетті ма, оның барлығы әлі тергеу құпиясы болып салынады. Сондықтан пока что ол туралы ешқандай мағлұмат, нақты ақпарат болмағандықтан өсек әңгімеге сенбей, тек қана осы официальный источниктерге сенуге шақырамыз.